Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Көш келіннің бүгінгі өмірі күнделіктідей таң азанмен тұрып, күлдерді алып, от жағу процесі басталады бізде. Күн суыған кезде азанда да от жағамыз, я болмаса бір мезгіл. Күніне бір мезгіл от жағып тұрамыз үйге. Тәтті сулар, осылай біз тәтті су тасып ішеміз. Сарелкамен от жағамыз. Шоғының ішінде шоғы бар еді азырақ. Шоғының үстіне шұқылап. Сол сиырдың малағын жағатын боламыз. Оның үстіне сарелка құйып, спичкамен чық-чық еткізерсек, лапылдап жанып кетеді. Осылай отты жағып болып, жан-жағын бәрін сыпырып тазалап аламыз, көзге әдемі көріну үшін. Не жер шашылып жатыпты демей. Одан газге су алып қойғам, оны өшірдім. Екінші көмір алып келуге кеттім, екінші потокта. Ірі көмір салып жүремін, соның үстінен майда көмір саламыз. Сонда от жақсы жанатын болады. Ауылдың өмірі осынысымен қызық қой. Күнделікті тіршілік. Шұқылана берсең жұмыс шыға береді дегенде. Оның арасында қойды маған тастап кеткен. Арасында қызымыз екеуміз малға барып кеп тұрдық. Машинаны оталдырып, кішкентайымды ұйықтатып үйге тастап кеткем. Қызымды қасыма алып, қойға барып келдік. Жолдасым осылай трактормен қора көрейді. Заманауи отбасымыз ғой біз енді.